Неге біз именно намазда Ибрахим пайғамбарға салауат айтамыз дейді ғой. Осы уақытқа дейін ойланбағанбыз ғой. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Болды. Как будто солай болып қалғанда. Ой, әр нәрсенің сыры бар ғой астында деген. Ай жарық. Қараңыздар. Себебі намаздың ішінде Ибрахим пайғамбарға сәлем, салауат, берекет айтуымыздың бір себебі дейді. Ибрахим пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 7-ші көкте кездескен кезде, ей Мұхаммед, үмметіңе менен сәлем айтшы деп айтқан екен. Ешбір пайғамбар олай айтпаған. Көрдіңіз бе? Сол сәлемге құрмет ретінде ол кісіге біз де не істейміз намазда? Сәлем айтады екенбіз, салауат айтады екенбіз. Міне бүгін келген адамдар осыны білді. Келмегендер білмей қалды уже. Тым болмағанда осыны біліп кеттік. Ибрахим пайғамбар қажылыққа шақырды ғой бүкіл адамзатты. Қағбаны салып бітті, қажылыққа шақырды ғой. Сонда қажылыққа шақырған кезінде Аллаға айтқан дұғасы бар екен. Раббым, ең соңғы үммет Мұхаммедтен келетін қажылар бар деп айтады дейді. Соларға ең алғашқы қажылыққа шақырушыдан сәлем айтшы деп айтқан екен. Ана қараңыздар. Қажыға келген әрбір мұсылманның Ибрахим пайғамбардан келген несі бар екен? Сәлемі бар екен. Сол сәлемге құрмет ретінде біз де намаздың ішінде ол кісіге салауат пен берекет айтады екенбіз.